Тершендік көпшілік адамға ортақ мәселе. Кәрісінде, жасында, жаз мезгілінде мазалайтын үдеріс ағзаның дұрыс қызмет ететінін көрсетсе де, көпшілікке ыңғайсыздық тудырады. Ендеше сіздерге қолтықтың қатты терлеуімен және одан шығатын жағымсыз иіспен күресудің бірнеше әдістерін ұсынамыз. Бірінші, контрастты душ қабылдаңыз. Ол үшін душқа ыстық және суық суды кезектестіріп түсіңіз. Бұл иммунитетті нығайтады, көңіл-күйді ретке келтіреді және тері сапасын жақсартады. Ыстық ауа райында контрастты душ адамды сергітіп, тершендікті азайтады. Алайда суық сумен басыңызды ұзақ шаймаңыз. Бұл артериялық қысымды көтеріп және тұмаурату қаупін арттыруы мүмкін. Екінші, кофені сумен алмастырыңыз. Жаз мезгілінде кофеин қосылған сергітуші сусындар ағзамызға энергия беретіні рас. Дегенмен күн ыстықта олармен әуестенбеген жөн. Әйтпесе мазасыздықтан және тершендіктен арыла алмайсыз. Сондықтан кофенің орнына салқында су ішуді әдетке айналдырыңыз. Суға жағымды дәм беру үшін лимон немесе жалбыз жапырақтарын қосуға болады. Үшінші, табиғи матадан тігілген киімдер киіңіз. Табиғи матадан тігілген киімдер ұзақ қызмет етеді және ыстық күндері денені терлетпейді. Себебі зығыр, жібек, мақта және басқа да табиғи маталар ауаны жақсы өткізеді. Төртінші, дезодоранттың орнына антиперспирант қолданыңыз. Дезодоранттар денедегі жағымсыз иістен ғана арылса, антиперспирант ағзадағы тер бездерін тарылтады. Сол үшін адам денесінде тер аз бөлінеді. Алайда термен бірге ағзадан улы заттар шыққан соң антиперспирантты үздіксіз қолдануды ұсынбаймыз. Егер осындай пайдалы ақпарат айдары жалғасын тапсын десеңіз, лайк басып, тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.